Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын және өте тойымды ханым хасып деген тағам бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол уақытта келесі салған видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ең алдыменен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, қозғап ертіп, ыдысымызға құйып, ұнымызды електен өткізіп, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз қатты болмауы керек. Орташа қамыр болғаны жақсы. Қамырларымызды илеп алдық. Енді пакетке салып, бір шетке демалдырып қоямыз. Енді осы уақытта арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған ет аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Күрішімізді ыстық суға салып, жібітіп бір шетке қойып қоясыздар. Картопымызды осылай үкіштен өткізіп аламыз, майдалап. Дәміне қарап тұз бұрышымызды саламыз. Аздап май құямыз. Егер фарштарыңыз майсыз болса ғана құясыздар. Енді үстінен сәбізімізді үкіштен өткізіп салдым және ыстық суға жібітіп қойған күрішімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, сонымен арасына салатын салмасы дайын болды. Енді қамырымызды арада бір қайтарып илеп қоямыздар. Жаюға ыңғайлы етіп екіге бөліп алдым мен. Артық қамырымызды қайысып қалмау үшін пакетке салып қоямыз. Он себе отырып, оқтаудың көмегіменен жақсылап қамырымызды жайып алатын боламыз. Міне осылай қамырымызды жайып алдық. Дәл мантының қамыры сияқты болады тығыздығы. Енді төртбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Әрбір бөлігімізге аздап май тамызып, осылай жағып шығамыз. Және салмасын салып, қолымызбенен шет-шетіне дейін кішкене жайып шығатын боламыз. Бір шетінен бастап ораймыз. Қатты қысып ораудың қажеті жоқ. Дәл осылай бос күйінде орап қоямыз. Ешқандай да ашылып кетпейді. Еш жерін қысып баспаймыз, бекітпейміз. Дәл осылай орап шығасыздар. Барлығын осылай орап аласыздар. Алдын ала суларыңызды осы уақытта қайнатып қоясыздар. Мантываркамыздың әрбір листтарын алып, осылай араларын ашыңқырап, орналастырып шығасыздар. Ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Қайнап тұрған суға 50 минут пісіріп аламыз. Тағамыз піскенше бетіне подлива дайындайтын боламыз. Ол үшін сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Бір дана пиязымызды алып, жұқалау етіп турап аламыз. Тапамызды алып, отқа қойып, майымызды құямыз аздап, және пиязымызды салып, жұмсарғанша қуыратын боламыз. Үстінен сәбізімізді саламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ ешқандайда. Томатымызды саламыз. Және аздап аскөк сеуіп қойдым. Өте ерекше дәм береді тағамымызға. Міне тағамыз пісіп шықты. Дәл осылай орналастырып аласыздар. Асты да толықтай пісіп шығады. Ешқандай жабыспайды қазанымызға.
Енді подливасын құйып ұсына берсеңіздер болады. Жасалуы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте ерекше болып келеді. Үлкендерге де, балаларға да өте ұнайды. Дәл осылай тәбет ашатын өте тойымды, тіске жұмсақ, дәмді тағамдардың бірі. Кешкі асқа немесе ауызашарға жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және қай қаладан қарап отырсыз, төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Арасы да міне толықтай осылай пісіп шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.